Баршаңызға сәлем. Бүгін банан сүйушілерге арналған бананды торт даярлаймыз. Қажет қоспаларды описаниеде жазып қоятын боламын. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Алдымен жұмыртқаларымыздың ақ уызынан сары уыздарын бөліп аламыз. Шекердің жарты бөлігін сары уызға салып қоямыз. Қалған бөлігін аз-аздан ақ уызға сала отырып, крем секілді 2 есеге көтерілгенше миксерлейміз. Сосын сары уызымызды да миксерлеп аламыз. Ақ көбік секілді болу керек. Содан соң күнбағыс майы мен сүтті құйып қозғаймыз. Бір бананды шанышқымен езіп аламын. Сосын сұйықтығымызға қосып әбден миксерлейміз. Еленген ұнға қамыр қопсығышты қосып араластырып аламыз. Сұйықтығымызға кішкенеден сала отырып араластырамыз. Мынадай қамыр пайда болды. Енді ақ уызды 1-2 қасықтан салып жай қозғау қажет. Бәрін бірден салып жылдам қозғауға болмайды. Бисквитіміз көтерілмей қалуы мүмкін. Қамырымыз дайын. Енді формаға 2 бөлікке бөліп 170 градуста 30 минуттай пісіріп аламыз. Кремін әзірлеп алайық. Бипактың өзін кішкене қоюланғанша миксерлейміз. Сосын қант ұнтағын қосып, қою крем пайда болғанша шайқаймыз. Креміміз дайын. Біздің бисквиттеріміз де пісті. Оларды формадан босатып, суытып аламыз. Тарелкаға суыған бисквитімізді қойып, бетіне крем жағып шығамыз. Сосын екінші бисквитімізді қойып, бетін және айналасын кремдейміз. Қалған кремді кондитер қапшығына салып әсемдейміз. Енді шоколадты үгітіп, тортымыздың шетіне сеуіп шығамыз. Мен тортымыздың бетіне банан қоюды жөн көрдім. Сіздер қалауларыңызша әрлесеңіздер болады. Дайын болған тортымызды кемінде 1 сағатқа тоңазытқышқа қойып аламыз. Мен 1 түнге қойдым. Сіздерге арасын кесіп көрсетейін. Тортымыз дайын, дәмі өте керемет. Әсіресе бананды сүйіп жейтіндерге міндетті түрде жасауға кеңес берер едім. Сіздермен бірге болған Айнура. Мені қолдап, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Назарларыңызға рахмет.